Жаның жүдеп жабыққанда дос керек, сағыныштан зарыққанда дос керек. Арман алыс, үміт ұзап жеткізбей, жалғыз қалып қамыққанда дос керек. Кіші үлкенмен келісуге дос керек, мауқың басып көрісуге дос керек. Тірлігіңде қызық көріп, той-тойлап, қуанышты бөлісуге дос керек. Асқазанға астың қажет емес күні болмайтындай, адамға достың қажет емес күні жоқ. Бірде Айтымбет шешеннен замандастары достық нешеу деп сұрапты. Сонда шешен, достықтың екі түрі бар, бірі адал достық, бірі амал достық дейді. Ал оны қалай жаратамыз дегенде, адал достық өмірлік нұсқа, амал достықтың өрісі қысқа деп жауап беріпті. Осыны айтқан қазақ және бір сөзінде достық үш түрлі. Біреуі қорадан мал шыққанша, біреуі шекеден қан шыққанша, және бірі кеудеден жан шыққанша дейді. Қалай болғанда да достықтың үлкен парасаттан туатын асыл қасиет екені даусыз. Ендеше достастың ба, оның жанын түсінуге тырыс. Тіпті жамандық былай тұрсын, жақсы ниетпен жасаған кейбір әрекетіңнің өзі жан серігіңді жарға жығуы мүмкін екенін есіңнен шығарма. Айтулы достың малы бір, кемедегінің жаны бір. Аз қайғыны ас басады, көп қайғыны дос басады. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Қазақ халқы осы тектес талай-талай тағылымды сөздерді ұрпағына мирас етіп қалдырды. Достық Құран аяттарында да, хадис мәтіндерінде де көп көтерілген тақырып. Әрине, адамға ең жақсы дос оны жаратқан Алла тағала. Сосын әрбір мұсылман өзінен де артық жақсы көруге тиісті ардақты елші Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам және өзінің ата-анасы. Дегенмен әңгіме адамдардың бір кезеңде өмір сүріп жатқан жандардың арасындағы достық туралы болғасын, оның исламдағы шарттарына да тоқтала кеткен орында. Нығметтердің ең жақсысы еңбекпен табылғаны, достардың ең жақсысы Алла тағаланы еске түсіретіні. Дін ғалымының мұндай тоқтамға келуінің себебі Құрандағы Зухруф сүресінің 67-ші аятына байланысты болса керек. Онда достардың тақуаларынан басқалары сол күні, яғни қиямет күні бір-біріне дұшпан болады делінеді. Осыған орай асыл пайғамбарымыз да ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын, достыққа ерекше мән беруді ескертеді. Өзінің панасынан басқа ешбір көлеңке болмайтын сол қиямет күні Алла тағала 7 түрлі адамды панасына алады екен. Сол тізімге бір-бірін Алла жолында жақсы көріп, сол жолда жиналып, сол жолда тарасқан екі жолдаста кіреді. Бірақ әлдегімді Алла үшін жақсы көремін деу айтуға ғана оңай сөз, ал амалға асыруға шамамыз келмей жатады. Бұған саңлақ сахаба Абу Хурайраның басынан өткен оқиға мысал. Сол Абу Хурайраға бір кісі келеді де айтады: "Мен сізбен Алла үшін дос болғым келеді" депті. Сол кезде: "А сен Алла үшін достық не екенін білесің ба?" дейді. "Білмеймін" дейді. "Алла үшін дос болатын болсаң, онда бүкіл мал дүниеңнің бәрі бірінші менікі, екінші өзіңкі болады. Сен осыған дайынсың ба?" деген кезде ойланып қалады дағы. "Мен ойланып көрейін" деп жаңа бұрылып кетіп қалған екен дейді да. Шынында анау малыңмен, жаныңмен дос болу деген оңай нәрсе емес. Алла үшін дос болу ол адамды бойында Алла сүйген қасиеттердің болғаны үшін жақсы көру. Осының артықшылығын жете түсінген сахабалардың арасынан мұндай мысалдарды көптеп табуға болады. Мәселен, Омардың, оған Алла разы болсын, кім менің кемшілігімді өзім айтса, ол нағыз дос деуі, достықтың парқын терең ұғынғаны. Біреу малыңа дос, біреу мансабыңа дос. Бірақ шын досы жоқ шындық естімей өтеді дегендей, адал жолдастың парқы басқа. Сыпайы сыйластықты сақтай білу, абайсыз бір ашуға сатпай жүру, қолындағы айран толы кесесін ақтарып алмайын деп аяғын ақырын басқан адамның әрекеті сияқты. Халқымыздың дұшпанның дәлдеп салған найзасынан досыңның саусағымен түрткен ауыр деуі де осы нәзік қарым-қатынасқа сызат түсіріп алмаудың маңызын ескерткені болса керек. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам Жәбірайыл періште келіп, Алланың елшісі екенін ескерткенде, оған еш күмәнсіз сенгендердің бірі өзінің досы Абу Бакр болатын. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, 4 шадияр аталатын осы кісі бастаған ең сенімді серіктері Омар, Осман, Әлидің де есімдері күллі мұсылман қауымға мәшһүр. Және бұл кісілер пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам достығын туыстық қарым-қатынасқа ұластыра білді. Жаман дос пен жақсы достың мысалы әтір сатушы мен от үрлеуші ұстаның мысалындай. Әтір сатушыға келер болсақ, не ол саған сыйлық жасайды, не сен одан бір нәрсе сатып аласың. Не одан шыққан хош иісті сезесің, ал от үрлеуші ұстаға келер болсақ, не ол сенің киіміңді күйдіреді, не одан шыққан жағымсыз иісті сезесің.
Дүние үшін дос болған қу құлқыны толғанша, мансап үшін дос болған басына бақ қонғанша, есеппенен дос болған еселетіп алғанша, ақыл менен дос болған ақиретке барғанша. Жақсы дос жаныңда жүрсе көмегін, алыста жүрсе дұғасын аямайды. Құранның Фурқан сүресінде ескертілгендей, қап бәленшені өзіме дос етпегенімде еді деген өкініште қалдырмайды. Ал сіздің ше, осындай адал досыңыз бар ма?